Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Жансая. Бар жоғы 5-ақ минутта дайын болатын оригинал рецепттердің бірін көрсететін боламын. Бізге керекті жылы су, тұз, 1,5 шай қасық, 3 шай қасық құм шекер және 1 шай қасық дрож. Жақсылап араластырып аламыз. Бізге керекті осындай зәйтүн майы, 2 ас қасық зәйтүн майын құямыз. Жақсылап ерігенше араластырамыз. Үстінен ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Илеп алдық. Міне көріп тұрғандарыңызда дәл осындай жұмсақ болады қамырымыз. Енді қақ ортасынан бөлемін бұны. Бізде 2 пицца шығады. Үстінен зәйтүн майын тағы да тамызып, жақсылап құйып, жағып қоямыз бетіне. Жағып алдық, енді бетіне күлеңкі жауып қоямыз. Дәл мен видеодағыдай көрсеткенде етіп, күлеңкінің ортасын, яғни қамырдың ортасын бөліп қойыңыздар күлеңкімен. Бір-біріне тиіп жабысып қалмас үшін. Міне жылы жерге қойып қойдық. Қамырымыз көтерілді, ашыды. Міне көріп тұрғандай жұмсақ. Енді жайып аламыз. Қолмен жайсаңыздар да болады, оқтаумен жайсаңыздар да болады. Жайып алдық. Бетіне соусын жағамыз. Кішкене майонез және кетчуп. Барлық жеріне бір тексертіп жағып шығамыз. Жағып алдық. Енді бетіне турап алған шұжығымызды салып шығамыз, қойып шығамыз бетіне. Үстінен моцарелла сырымызды қойып шығамыз. Енді пешті барынша қыздырып, 5 минутқа осылай пісіріп аламыз. Істеп көріңіздер. Видеом ұнаса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің басқа да салған видео рецепттерім жіберіп алмас үшін. Міне көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ май тұр. Өте дәмді. Істеп көріңіздер, ас болсын.